Баршаңызға қайырлы күн, менің құрметті YouTube көрермендерім. Мен сіздерге бүгін осындай керемет, өте дәмді болып шығатын банан қосылған шоколадты балмұздақ тортының рецептімен бөліскелі отырмын. Каналымнан алыстамаңыздар және де қолдау білдіріп қойсаңыздар. Ең алдымен құрғақ заттардың барлығын осылай араластырып аламыз және де жұмыртқаны көпіргенше миксермен араластырып тұрып, одан кейін үстіне кішкене қоюлатылған ағыз гүшенка қосамыз. Бұл жерде міндетті түрде банан қосу керек емес. Қалаған жемістеріңіз жаз айында мысалға құлпынай, малина, манго сияқты жемістерді қоса берсеңіздер болады. Әр жемісті қосқан сайын әр жеміс жидектен әртүрлі дәм береді. Яғни бұл балмұздақты торттың сыры осында. Енді жұмыртқа мен сгущенкамызды кішкене ғана араластырып алғаннан кейін үстіне құрғақ заттарды қосып бисквитті дайындаймыз. Осындай біркелкі қою массалы әдемі бисквиттің қамыры шығады. Енді формаға салуға ыңғайлы болу үшін пакетке салып, кондитерский пакетке салып, домалақтап жайып аламыз. Жалпы бұл қамырдың құрамында сгущенка болғандықтан қасықпен салуға келмейді, жабысқақ болады. Сол себепті осы мешочкта салған ыңғайлы болады. Және де қамырдың арасындағы пузыректарды шығарып тастаймыз. Енді креміне келетін болсақ, 33% сливки, қаймақ және банан, ақ сгущенкамызды шетінен қоса отырып крем жасаймыз. Крем сұйықтау болады. Сол себептен бұл кремді кішкене морозильникке қоя отырып, шамалы қатырып алып, сосын барып тортымыздың арасына жағамыз. Бананды осылай шанышқымен езіп алып салған ыңғайлы. Сонда кремнің дәмі бананның дәмімен үйлесіп әдемі болып тұрады. Рецептін описание бөліміне қалдырып қоямын. Міндетті түрде жасайтын болсаңыздар, қараңыздар. Балмұздақ креміміз дайын болды. Енді қарасаңыздар, басында бұл осындай сұйықтау болады. Сол себептен бетін жақсылап жауып, жарты сағатқа морозильникке қоямыз. Одан көп қойсақ қатты қатып қалады. Кішкене қатайғаннан кейін барып торттың ортасынан жайлап жаға бастаймыз. Бұл қанша дегенмен балмұздақ болғандықтан кремді жағып бітем дегенше осылай еріп кішкене жұмсарып кетеді. Содан кейін қайтадан осы кремімізді қайтып морозильникке қойған кезде қараңыздар, міне тағы да 2 сағат тұрды, қатайды. Енді бетіне осылай балмұздақтарды арнайы қасықпен я болмаса кез келген затпен өстіп сәндеп қойып шықсаңыздар, міне нағыз балмұздақты торт болып шығады. Сіздерге де ұнайды деген сенімдемін, себебі әркім әртүрлі дәммен жасаған кезде бұл торттың дәмі сол құрамындағы жеміс жидектің дәміне қарай өзгеріп отырады. Балаларыңызға жасап беріңіздер және де комментарий бөліміне егер ұнап жатса ұнады деп міндетті түрде пікір қалдыра кетіңіздер. Келесі видеоларда көріскенше аман сау болыңыздар.